Құрметті Неге каналын тамашалаушылар, сіздер подписаться батырмасын басып, каналды қолдап отырсаңыздар, мен сіздерді шынайы әрі тылсым оқиғалармен сусындатудан шаршамайтын боламын. Ендеше кеттік. Ол кезде мен жоғарғы сыныпта оқитынмын. Менен 3-4 жас үлкен жиен ағам екеуміз қой ауылда қойды өріске айдап бара жатқан болатынбыз. Мезгіл кешкі 5-тің кезі болатын. Күн жаз. Бірде мен ойымда ештеме жоқ, аспанға қарап қалғаным сол еді. Дәл төбемізден күндізгі уақытта жұлдыз көрінді. Не бір таңғаларлығы, әлгі жұлдыз барған сайын жарығы ұлғайып барады. Мен бірден жанымдағы жиеніме көрсеттім. Ол да таң қалсын жасыра алмай, күндізгі мезгілде шолпан жұлдызынан басқа жұлдыз көрінбеуші еді ғой. Мынау не болды екен деп таң қалды. Әлгі жұлдыз жарығы барған сайын ұлғайып, көлемі айдың жартысы десем өтірік болар. Сол деңгейлеске дейін барып қалды. Бірақ ізінше қалай ұлғайса, сондай жылдамдықпен қайтадан кішірейіп, көзден ғайып болды. Сонда бұл не болғаны? Тіпті орнынан қозғалмады да, тек бір орында тұрып жанды да өшті. Демек, бұл бір планетаның немесе жұлдыздың өшкені болар дедік. Бірақ күндіз қалайша көрінгендігіне біз таң қалдық. Бұл не болды екен? Неге бұл жұлдыз күндіз жанды да өшті? Сұрақ көп, жауап жоқ. Ал сол құпиялардың сырын ашуға ұмтылу сіз бен біздің еншімізде. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін қашанда өте маңызды. Құрметті тыңдаушылар, Неге каналына тіркелуді ұмытпайды деп сенемін.